Бәлі. Бәлі. Я, Марлин, көріп тұрмын, мұхит өте әдемі екен. Я, Корал, үйімізді мұхит көрінсін дегенде, осылай ашық мұхитті көрем деп ойламаған шығарсың, я? Мына жер әр балықтың арманы ғой. Қалай, жұбайыңа ризасың ба? Я, ризамын. Бұл жерде табу қиын болды. Сайық-мазақ балықтардың бәрінің осында тұрғысы келеді. Тұрғысы келіп қана жүрген жоқ, тіпті келіп алды ғой. Жақсы таңдапсың. Көршілер де сондай керемет. Саған шынымен ұнады ма? Әлде... Жоқ, ұнады, қатты ұнаттым. Негізі Марлин, Маржан қызда жақсы мектептердің барын білем. Мұхиттың көрінісі де өте тамаша. Бірақ бізге осы мұхиттың қажеті бар ма? Корал, мәселе балаларға байланысты. Оларға жақсы өмір керек. Қара. Олар оянған кезде тура терезелердің жанынан өтіп бара жатқан китті көреді. Ақырын, балаларды оятасың. Дұрыс айтасың. Қараш. Олар түс көріп жатыр. Бәріне ат қойып шығу керек. Атты дәл қазір қойғың келе ме? Жақсы. Мына жартысын кіші Марлин деп атаймыз. Ал екінші жартысын кіші Корал дейміз. Мінеки қойдық. Немо деген атын айт. Немо? Онда біреуі Немо болсын. Бірақ көбінің кіші Марлин болған қалаймын. Ойлаш, бірер күннен соң ата-ана боламыз. Иә. Мені ұнатпай қалса қайтем? Марлин. Рас қой. Мұнда 400-ден астам уылдырық бар. Тым болмаса біреуіне ұнап қаларсың. Не? Қалай жолыққанымыз есіңде ме? Соны ұмытқымақ келеді. Менің есімде. Кешіріңіз бейгеш. Таңдайыма қармақ ілініп қалған сияқты. Тексеріп беріңізші. Кет ары. Ай, мен мұндамын. Бәрі қайда кетіп қалған? Корал, дереу үйге кір. Корал, олай етпе. Балаларға тимейді, тек үйге кірші.